Баклажан мен қызанақтан салат дайындаймыз. Баялдыны ортасынан бөліп, ірі тураймыз. Ыдысқа салып, 1 шай қасық тұз, мұздай су құйып, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Баялдыны сүзіп алып, салфеткаға жайып, кептіріп аламыз. Жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Табаға жеткілікті мөлшерде сұйық майды құйып, қыздырамыз жақсылап. Қызған сұйық майға аздаған баклажанды салып, қызартып пісіреміз. Қызанақты ортасынан бөліп, бірнеше бөлікке ірілеу тураймыз. Ыдысқа қызанақты, баялдыны салып, көкпияз турап қосамыз. Қалауыңыз бойынша аз ғана тұз, соя тұздығын және кисло-сладкий соустан қосып, жақсылап араластырамыз. Күнжутты қызартып қуырып, үстіне себеміз. Жасап көріңіз, ас болсын.